Сәлематсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 2-ші сыныптың 9-ші сабағы и әріптерінің жазылуы дейді балалар. Балалар, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса отырыңдар. Каналда барлық сыныптың қазақ тілдерінің жауаптары бар. 34-ші жаттығуда жұмбақты оқып шешуін тап. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киім еді ол нендей дейді. Ол кимешек балалар. И дыбыстарын салыстырып, олардың айырмашылығын айт. Ноқаты жоқ иіміз дауысты болады. Басында ноқаты бар иіміз дауыссыз болады балалар. Естеріңе сақтандар. 35-ші жаттығуда жаңылтпашты жатқа жаз. И әріптері бар сөздердің астын сыз дейді. Бейсенбіде бар сеңсең тон, сейсенде бар сеңсең тон, киімдері өңшең тон дейді. Ескен Елубайдың өлеңі екен балалар. Бұл жерде и дыбысы бар сөздер бейсенде, сейсенде, кигенде. Бізде бейсенде мен сейсендегі и дауыссыз и балалар. Кигендері деген сөздегі и дауысты и екен балалар. Басындағы ноқатына белгісіне қарап отырсақ, ажырата аламыз балалар. Балалар, каналға тіркеліп қоңырау белгісін баса отырыңдар. Келесі тапсырмамыз 36-ші жаттығу болмақ. Бірге орындайық балалар. Кәнекей 36-ші жаттығуда Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Соларды табуға көмектесейік. Ит, ине, ирек, ислам, инелік, итбалық деген сөздерді Айжанның қобдишасына түсіп кетіпті балалар. Осы сөздерді жазып алсаңдар болады. Балалар, жазу барысында дәптерді таза ұстауға, қатесі жазуға, көркем жазуға тырысыңдар балалар. Сонда ғана сыныптың үлгілі оқушыларының бірі бола аласыңдар, ата-аналарының мақтанышы боласыңдар балалар. Ары қарай бізде келесі тапсырма 37-ші тапсырма болмақ. 37-ші тапсырманы бірге орындайық балалар. Мұқият болайық. Мұқият асықпай орындауға, жазуға тырысайық балалар. Өйткені асыққан кімнің ісі дейді? Әрине, сайтанның ісі дейді балалар. Сондықтан мұқият асықпай қатесі жазуға тырысыңдар. Балалар, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңдар. Достарыңа ұсынып отырыңдар. Себебі барлық сыныптың қазақ тілі каналда бар, салынған барлығы. Ары қарай келесі тапсырма бізде 37-ші тапсырма балалар. Кәні мұқият болайық. 37-ші тапсырмада берілгені. И әріптер бар сөздерді қатыстырып жағдаяттан шығып көр дейді. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазды. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Бұлай Димаштың жазғанынан табылмау мүмкін балалар. Құрметті достарым, менің спорттық аяқ киімім жоғалған еді. Көрген білгендеріңіз болса, тапқандарыңыз болса, маған айтыңыздаршы. Алдын ала рахмет деп жазылса, мүмкін балалар табылып қалатын еді. Жаңа аяқ киім өте қымбат еді, әке-шешем туған күнге сыйлап еді демей-ақ, өтініш ретінде, өтініп, достарынан көмектесуді сұраса, тапқан жандар қайтаруын сұраса, мүмкін аяқ киімі табылып қалатын еді балалар. Міне, өйстіп жазса дұрыс болады. Балалар, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса отырыңдар.
Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.